мен донер жегім келіп жатыр, андай сырты қытырлайтын. Все. Сәлем, Дана мен Қызық каналының YouTube көрермендері. Рай мен Ерке Есмаханның клипінен кейін барлығымызда сырты қытырлақ донер жегіміз келетіні хитке айналды. Үй жағдайында қытырлақ донер жасау үшін қамырын үйде илеп жая салуға болар еді, бірақ ауылымызда үлкен Береке сауда үйі бар. Ішінде керегіңнің барлығы бар. Киім, аяқ киім, жеміс-жидек, көкөніс, азық-түліктің барлық түрлері, және де үй тазалауға химиялық заттар, косметикалық заттар, барлығын осы дүкеннен табасыздар. Өзім үйге азық-түлік алуға кірістім. Береке сауда үйі өте әдемі, өте таза, ассортименттің барлық түрі табылады. Және де ауылымыздағы автоматтандырылған бірден-бір сауда үйі. Береке сауда үйін менімен бірге аралап өтіңіз, және де осы видеоға лайк, комментарий басып жазып кетсеңіз өте қуанышты боламын. Комментарийға сөз жазыңыз келмесе, әртүрлі смайликтер қойып кетуге болады. Плюс, птичка деген знактарды қойып кетсеңіз де риза боламын. Және де осы Дана мен Қызық каналыма тіркеліп отырыңыз. Алдағы уақытта қызықты, әдемі видеолар шығаруға тырысамын. Барлығын қарап жүріп, ыдыс-аяқты алғым кетеді. Сосын әртүрлі мерекелерге сыйлықтардың да түр-түрінен бар. Өзіңізге керек сыйлықтарды жасатып алсаңыз да болады. Хит товарлар да бар. Яғни қазіргі сатылымдағы хит косметикалар. Өздеріңіз білетіндей, жақында сонау Қытайдан Муханым келіп, Алматыға өзінің Драше компаниясының презентациясын жасап, үлкен той жасап кетті. Ол жерде барлық блогерлер, артистер барлығы да болып, сол компанияның өнімдерімен танысты. Бізде де Драше компаниясының өнімдері бар. Оранжевый және көк кушондары, Олиннің заттары, барлығы көріп тұрғандай, барлық хит товарлар бар. Жыланның майына дейін сатылады. Ауылдың қолдың сүті, қолдың майы, қолдың құрты, қолдың айраны. Не керек? Барлығы бар.
керек азық-түлігімнің барлығын алып алдым. Енді үйге барып сырты қытырлақ донер жасаймыз. Қызды ма, қызбады ма? О, міне, қызды. Су, осындай шарик болып, жүгірген кезде, сауырысы қызды деген сөз. Әлі су жүгіріп жүр. Ең бірінші тауық етін және фрийімізді дайындап пісіріп аламыз. Тауық етін тұздаймыз, бұрыштаймыз, және мен цептор сковородкасында майсыз, сусыз қуырып пісіріп аламын. Ол тез піседі. Сосын фрийімді қуырып алдым. Астына түбіне қатпайды. Осылай қуырылады. Иісі прямо лавашқа салатын тауық етінің иісі сияқты керемет болып тұр. Пісірек берем. Өтінем. Resolver? Ayağım nasıl?